Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды дайындайтын боламыз. Ұнымызға майымызды, қант, қопсытқыш және жұмыртқамызды қосып, бір келкі жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып дайындалады. Қамырымызды тұндыруға қойып, салмасын дайындаймыз. Сүзбемізді блендердің көмегімен бір келкі болғанға дейін езіп аламыз. Сүзбеміз езілгеннен кейін қаймағымызды, қантымызды және де крахмал ванилімізді қосып, қайта бір келкі болғанға дейін толық араластырамыз. Келесі кезекте жұмыртқаларымызды қосып, толық бір масса болғанға дейін араластырамыз. Мінекей бізде бір келкі масса дайын болды. Келесі кезекте қамырымызды формамызға салып, шанышқының көмегімен толық тесіп алатын боламыз. Қамырымызға салмамызды құйып, пешімізде 40-45 минут көлемінде пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз да дайын болды. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар, ас болсын.